Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Wildberries'ге сатушы болып тіркелетін боламыз осы сабақта. Ең бірінші біз seller Wildberries деп іздейміз. Мына жерде ең бірінші seller wildberries.ru-ға кіреміз. Сосын мына жерде номерді теретін боламыз. Өзіміздің номерімізбен бірінші кіретін боламыз. Мына жақта өзіміздің номерімізді тереміз мына жерге. 747, 105, 12, 15. Получить код деген басамыз. Код келеді. Мына жерге кодты тереміз өзіміздің. Регистрация, яғни бұл жерде қандай регистрация, яғни страна деген тұр. Мына жерде өзіміздің Қазақстан таңдаймыз. Форма организации ИП с НДС, ИП без НДС дейтін бар. Яғни бұл жерде без НДС таңдаймыз. Бин деген жерге жаңағындай бин деген жерге бұл жерге біздің өзіміздің ЖСН жазамыз. Яғни ЖСН жазамыз. КПП деген жері әзір керек емес. ИП Биаз Санст. Өзіміздің ИП-міздің несін жазсақ болады, немесе наименование поставщика дейді, мысалға, или былай жазсақ болады. Биаз Санст деп жазайықшы, жай ғана. Астына ИП Биаз Санст деп жазсақ болады. Өйткені полное наименование юрлица деп тұр бұл жерде. Осылай жасаймыз. Зарегистрироваться басамыз. Принимаю вас чек. Зарегистрироваться. Поставщик успешно зарегистрирован деп шығады. Осылайда барлық ішкі, яғни интерфейсін бір қарап, барлығын бір зерттесеңіздер болады. Бірақ бүкіл осы жерде интерфейсінің ішіне келесі сабақта біз шолу жасаймыз. Осы регистрация осылай басталады.